Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Арғы ата бабамыздан келе жатқан ежелгі дәстүрлі тағам түрі үлпершек. Үлпершек дегеніміз жылқының жүрегінің сыртындағы үлбіреген жұқа қабы. Бұл тағам аты айтып тұрғандай үлбіреген жүректің қабына толтырылып дайындалады. Үлпершекті ата-анасы ұзатылып кеткен қызын сағынған кезде әзірлеп, пісіріп, сәлемдеме етіп беріп жіберетін. Қызым, қайда жүрсең де біздің жүрегіміздесің деген мағынада аңсаған ақ тілекпен, нұрлы ниетпен тарту етіледі. Соғымға жылқы сойған кезде жүрегінің қабын зақымдамай сылып алып, оның ішін ұсақтап туралған жүрекпен, майымен, етпен, пияз сарымсақпен толтырып, қара бұрыштап, тұздап, аузын тебен ине жіппен тігіп, қазандағы суға қайнатады. Бұл бұрқырап піскен, хош иісті, ыстық үлпершектің тіл үйіретін дәмін бір татсаңыздар, таңдайларыңыздан ешқашан дәмі кетпейтін таңсық тағам, жеңсік ас екенін байқайсыздар. Бұл ағзаға пайдалы, алуан түрлі дәруменге бай, аса нәрлі де, құнарлы келетін үлпершек асы өте дәру де зәру деликатес тағам. Үріп ауызға салатын үлпершек осы. Егер менің рецепттерім бейне ұнап жатса, лайк қойып пікір жазуды ұмытпаңыздар, тіркеліңіздер, сонда менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Аяғына дейін назарлағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.